Сәлеметсіздер ме? Мен 79-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Ақтөбе Квартамелис. Бүгінгі менің қорғап шығатын тақырыбым жаңғырту полисі, яғни 5 тас деп аталады. Мен бүгінгі мақсатым көне ойындарды таныстырып, оны ұрпақтарымызға дәріптеу, жетелеу және оларды таныстыру болып есептеледі. Міндетім бос уақытты пайдаланып, қазақтың көне салт дәстүрлерін таныстыру. Қазіргі таңда балалардың көбісі ұлттық ойындарды білмей жатады. Бұл бізге кері әсерін тигізеді. Ал мен сіздерге сол ойындардың бірнешеуін айтып өтейін. Арқан тартыс, 5 тас, 9 құмалақ деген сияқты. Ал бүгінгі біздің тоқталатын тақырыбымыз 5 тас. 5 тас ол өте көне дәуірден келе жатқан қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойынды жасөспірімдерден бастап ересек адамдарға дейін ойнаған. Оның еңбек құралдары ағаш, тас, сүйектен жасалады. Махмұд Қашқаридың түркі тілдер сөздігінде бес тас ойын туралы мағлұмат келіп жатады. Бұл мағлұматтар арқылы бес тас ойынның сақ ғұндардан бері келе жатқанын білуге болады. Ал бес тас не үшін олай аталады? Оның аталу себебі пайдалануымен байланысты болады. Ойын бірнеше кезеңнен тұрады. Балта шабу, тоқылдақ, тарақтау, құдыққа салу, қуалау деген сияқты кесіргелерден тұрады. Ойын түрлері үштік, төрттік деп аталады. Одан кейін жалау деген түрі бар. Бірнеше кезеңдер болады. Мысалы, жалау ойында 4 тасты жерге тастап, қолдағы қақпа тасты алып, оң қолыңызбен жерге 3 немесе 5 рет жіберсеңіз, сіз ойынның кедергісінен ойынға өткен боласыз. Ал не үшін қалай біздің ойынды жаңғыртуға болады? Ол үшін әрекет керек болады. Мысалға, түрлі приложениялар ашып, қазіргі мектептерде болып жатқан балаларға оны дәріптеу керек.